В общем, жігіттер Mazda Cronos жалпымен келді. Машина жүріп келе жатып сөніп қалады дейді. Коробканың маховигін выжимной бәрін ауыстырған, содан машинада ауру пайда болған дейді. Ну, бірақ біз самодиагностика жасадық. Самодиагностикада бізде ақылы жидкості көрсетіп тұр. Бірақ біз ақтару барысында мынандай косяктар болып отыр. Нараға Volkswagenнің катушкасын и коммутаторын салып қойыпты, жігіттер көрдіңіздер ме? Астында Volkswagenнің коммутаторы, мына катушкасы. Осыны прямой салған екен. Мынаның ішінде катушка күйіп кетті, скорее всего, соны салған екен. Осы жерде міне бірнеше оголенный, мына біреу сигнальный токпен, астында главный плюс бүйтіп бір-біріне тиіп жатыр. Мына бір-біріне тигеннің кесірінен мынарада форсункалар и мынарда не как попало нетіп жатыр. Тоқ шашып жатыр. Осыдан деп ойлаймыз, енді басқа ешқандай ошибка көрсетіп тұрған жоқ. Ошибка мына біреуді көрсетіп тұр. Осыларды тексереміз. Одан жаңа машинада бензин расход тоже көп дейді. Мына бізде жасыл датчик, ақылы жидкость датчик. Бұдан бензин расход қатты ойнайды жігіттер. Мынаның өзінің қазір келіп тұрған сигналдарды тексереміз. Бұдан 5 вольт келу керек, и бір масса келу керек. Бізде 5 вольт бар, бұдан келіп тұрған. Екіншісі масса. Масса бар бізде, көрдіңіздер ме? Значит, проблема бізде датчиктің өзінен.